біздің ретриттің қонағы Алия Төлегенова. Проблемный сұрақ. Ажырасу көп. Вот что важно в наше современное время, чтобы сохранить семью вообще? Конфликтлер, ажырасулар қаяқтан болды дейсіз? Ол осы ажырасу уже последний точкасы ғой, а бірақ ол жиналған мәселелер уже 1 жыл, 2 жыл жиналып атқан мәселелер да. Уже толып кетеді ғой адам наразылығы. Сол кезде пошел ты или пошла ты деген сияқты әңгімелер кетіп қалады. Менің балдарым көшеге шықса, қонаққа барса, жұрттың балдары сияқты шуламайды. Тып-тыныш отырады. Мектепке барса да ашыла алмайды. Сол не себепті екенін білейін деп едім. Өте жақсы сұрақ екен. Жалпы бұл жерде бірнеше себеп болуы мүмкін. Бірінші себебі, олар кезінде қатты шулаған кезде сіз оны басып тастадыңыз, тыныш отыр деп. Мен өзімді жұмысқа шыққанға дейін үйде декретте отырдым ғой. Күнделікті бір затта. Таңертең тұрасың, уже кеш болады, всегда сондай күйбең тіршіліктен бір шығудың бір қандай жолдары бар екен. Вот. Сіз отбасыңызға беріп жатқан қызметіңізді неге содан шаршайсыз? Жақсы, ассалаумалейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бүгінгі біздің ретриттің қонағы Алия Төлегенова, Нұр-Мубарак университетінің оқытушысы, доктор, PhD наук. Біздің Ақтөбеге келгеніңізге Алла разы болсын. Осы 3 күндей болды. Жалпыдайда жекелейде кездесіп жатсыз. Шаршаған жоқсыз? Жоқ, өте жақсы, керемет деңгейде өтіп жатыр, рахмет. Енді сізге сұрақ, көп информациямен жұмыс істеген кезде нені ескеру керек? Қалай біз осындай көп адаммен жұмыс істеген кезде өзімізге фильтр қоя аламыз? Керекті информацияны алып, керексіз информацияны біз кейінге қалдыра аламыз. Расымен де кейде ақпараттың көптігінен біздің миымыз оны обработкаға үлгермей жатады. Мысалы үшін кейде керек жоқ ақпаратты да қарап отырамыз дегендей. Осы жерде ішкі, былайша айтқанда, сезімдерімізге, түйсігімізге кішкене назар аудару керек. Қарап отырсаңыз, біздің табиғатымызда бір ақпаратты қабылдаған кезде бізде кішігірім соны өңдеуге уақыт керек екен да. Сол біз өңдеуге, сезінуге уақытты жаңағыдай бөлмей, келесі ақпаратқа көшіп жатырмыз да. Сол полуфабрикат болып сөйтіп қала береді екен да, бұған дейінгі ақпарат. Сондықтан қандай ақпарат болсын, мысалы мен айтар едім, әрбір ханымға кешкісін, күнде кешке, мысалы бүгін не болды, қатты бір әсерлі бір нәрсе болған кезде, соны кешкісін қандай нәрсе әсерлі болды маған, соған кішігірім үңіліп отыра тұру. Мысалы бүгін сіз бір оқиғаны естідіңіз, бір жан түршігерлік бір оқиға. Сосын кешке келесті, оны игнор жасамайсыз. Сол ту деп кішкене бит отыра тұрасыз. Сол бойынша. Көрдіңіз ба? Мысалы бұл қуанышты нәрсе көрсеңіз, кешкісін келіп, күшті болды ғой деп, тура сол оқиғаға уақыт бересіз өзіңізге. Біз көбінесе осы уақыттың жоқтығынан ол ақпарат полуфабрикат болып өңделіп, біздің, былайша айтқанда, миымыз керек емес ақпаратқа толып кетіп жатыр да, көрдіңіз бе? Сондықтан, яғни түсіндіргім келгені, біздің миымызға қандай ақпарат түседі ғой? Мысалы, бір ақпарат делік, сол ақпарат менің миыма түсті, Енді бұл ми, ол ақпаратты өңдеп біткенше тынышталмайды екен да? Мысалы, пока мы не прочувствуем дейді ғой. Осы нәрсені бізге, былайша айтқанда, толықтай өңдеу процесі өтпегенше, ол ақпарат тұра береді екен мынаяқта. Істеу керек, жасау керек деген сияқты. Сол үшін оны аяқтау үшін, миды засорять етпеу үшін, былайша айтқанда, кішігірім болса да, барлығына емес, өзіңізге әсер ет. Мысалы, жүрекке дейін жетті ғой бір ақпарат. Мысалы, кішкене өкініп қалдыңыз, жылағыңыз кеп қалды, болмаса күлгіңіз келді, болмаса тағы бір нәрсе. Сол кезде сол ақпаратты, былайша айтқанда, өз мәресіне дейін жеткізу керек күнде. Яғни, күнде кешкісін, мысалы, шай ішіп аласыз, үйге келесіз, үйге келіп шай ішіп алғаннан кейін кішігірім өз-өзіңізбен тыныштықта отырасыз. Тыныштықта отырып, бүгін не болды деп өзіңізге сұрақ қоясыз. Бүгін не болды? Бүгін мынандай болды дегендей. Сол кезде өзіме қатты әсер еткен не болды дейсіз. Сол кезде өзіме қатты әсер еткен, мен мынандай бір оқиға естіп едім, сол нәрсеге мен жаман болып отырмын деп отыра тұру керек. Яғни, кішкене уақыт бөлу керек ішкі сезімдеріңізге. Сол кезде уже кішігірім сондай табиғи тұрғыда өңделеді екен ол.
Не үшін сіз қазірде айтып жатырмыз ғой, бұрындары психологтар болмаған деген сияқты, иә? Өйткені бұрындары әжелеріміз және аталарымыз осы қорыту процесіне уақыт бөлген. Уақыты болған. Бізде уақыт жоқ. Қазір қорытуға, түсінісуге уақыт бөлмейміз де, келесі ақпаратқа көше береміз мысалы. Сол кезде уже ми қатты шаршайды екен біздің. Келесі сұрақ, әйел энергиясын қалай көтеруге болады? Жалпы позитивті настрой дейміз ғой, сондай нәрсені. Әйел кісіге қатты маңызды ғой, күнделікті жүрген кезде, күнделікті күйбелең тіршілікпен әйел кісінің шаршайды. Иә, сол шаршауы басым болған жағдайда қандай нәрсеге кеңес бересіз? Ең бірінші, енді әйел адамның энергиясы туралы сұрақ қойылып жатыр. Ең бірінші, жақсылап ұйықтау керек. Ең бірінші ұйқы деген нәрсе бар. Дұрыс болу керек. Біз көбінесе ананы қараймыз, мынаны қараймыз, бейжай қараймыз ұйқы деген нәрсеге. Бірақ ол кәдімгідей біздің Алла тағала берген сотканың зарядкасы сияқты зарядталамыз біз. Ұйықтаған кезде ше. Ол бір. Екіншіден, энергияны беруші тек Алла тағала ғой. Біз көбінесе мына бізге Алла тағала берген энергияны басқа нәрсеге жұмсап тастаймыз. Мысалы, реніштерге, уайымдарға. Бір нәрсені ойлайсыз ғой, күнде бір нәрсені миыңызда крутить етіп ойлайсыз. Анау бұлай істеу керек еді, анау істеу керек еді деп ше. Сондай кезде энергияның бәрі сойқа кетіп қалады. Сіз нені ойлайсыз, энергия сойқа кете береді екен. Сол сияқты, лажы болса, жаңағы Алла тағала берген энергияны бір игі іске жұмсасаңыз, ол көбейе береді екен. Мысалы, садақа болсын, жақсы істер, жаңағы Алла тағалаға ұнайтын істер болады ғой. Ол міндетті түрде тек қана Құран, тек қана намаз емес, мысалы, ол да өз ретімен әрине. Мысалы, анаңызға көмектесу, бір апайға жылы сөйлеу, бір апайға еңсесін көтеріп қою, мақтап қою деген сияқты. Осы жерде біздің энергиямыз көбейіп жеткен. Себебі өздеріңіз де білесіздер, егер біз садақа берсек, Алла тағала бізге одан да көп береді екен. Бірақ садақа тек ақшалай емес қой. Садақа деген жылы шырайлы жүзіңіз, садақа деген жылы сөзіңіз. Яғни, мысалы, мен де қазір білім беріп жатырмын, маған Алла тағала одан да көп береді. Көздер ма? Яғни, менде өзіңізге сұрақ қойыңыз, менде қазір не көп? Мысалы, кезінде екі отбасы болған екен да, соны кішкене айтып берейін. Бір отбасыда бала көп екен да, бірақ ақшасы жоқ екен. Бір отбасыда бала вообще жоқ екен, бірақ ақшасы нормально екен. Сол кезде жаңағы екеуі де қиналып жүр екен. Сосын бір Данагөй апа айтыпты, айналайындар, араласыңдар. Сен балаңды баққызып қой мына балаға мұқтаж анаға. Сен бір киім кешегін алып бере ғой, сыйлық ретінде. Сондай кезде қарап отырсаңыз, кейде бізге бір нәрсені сол кезде сұрақ қою керек. Сенде қазір не көп? Мысалы, сол ханымда бала көп. Демек, біз кейде баласы жоқ әйелдерден қашамыз ғой, ойбай көз тиіп кетеді деген сияқты. Керісінше баланы баққызып қой, ұста баламды қарап берші деген сияқты, анау кішкене аналық мейірімін басу үшін, былайша айтқанда, сондай жақсылық жасауға болады да. Немесе жаңағыдай ақша жағынан это само собой. Бірақ мысалы, кімде не көп, сол нәрсемен бөлсе, энергиясы көбейеді екен адамның. Біз кейде ойбай менен алып қоятын шығар деп сөйтіп нетеміз. Мысалы, уақытты алып қоятын шығар. Мысалы, қатты қарбалас боламыз. Білесіздер ма, сіз лучше сапалы бір 5 минут беріңіз, сосын керісінше сіздің уақытыңыздың берекеті пайда болады. Біз көбінесе асығамыз, ой, мен үлгермей жатырмын, онда үйтпеңіз, лишний сұрақ қоймаңыз деген сияқты. Мысалы, кейбір спикерлер. Жоқ, бір сұраққа өте сапалы жауап беру керек. Содан кейін керісінше уақыттың да берекеті, сұрақтың да берекеті сол кезде пайда болады екен. Яғни түсіндіргім келгені, бізде анандай маған жетпей қалады деген сезім болмау керек.
керісінше ана естеріңізде болса, кеше бір упражнение жасадық қой, сүтпен, айранмен. Менде бұл нәрсе көп деген сияқты ниетпен бөлісуіміз керекпіз. Бөліскен адамның энергиясы көбейеді. Энергия, мысалы қараңыз, энергиямен бөлісу дегеніміз не? Ол бітіп тұрып медитациямен энергия бөлісу емес. Энергиямен бөлісу, мысалы тамақ жасап беру, ол да энергия. Сен тамаққа энергия жұмсадың. Біліммен бөлісу, ол да энергия бөлісу. Жылы сөз, уағыз айту, ол да энергиямен бөлісу. Біреудің баласын қарап беру, ол да энергиямен бөлісу. Яғни сен өзіңнің бойыңдағы бар қасиетіңмен бөлісіп жатсың. Сол кезде ол қасиет көбейе береді. Көрсі? Өйткені Алла тағала айтқан екен ғой, мен сенен де мықтымын, мен сенен де баймын, мен сенен де жомартпын деп, сіздің берген садақаңызды одан бетер көбейтеді екен. Алла разы болсын, толық жауап беріп жатқаныңызға. Келесі сұрақ, кітап оқу турасында болмақ. Жалпы осындай енді әйел кісілер сіз айтқандай күнделікті тіршілікпен кітап оқуға уақыт таппайды. Сол кезде қалай тиімді оқуға болады? Сіз кітапты PDF форматында оқисыз, жоқ былай стап оқисыз? Өзіңіз қалай осындай кітапта көп информацияны тез арада оқып шығасыз? Өте жақсы сұрақ. Кітап аясында енді кітаптың әр форматы болады. Өз басым кәдімгідей ұстап оқыған жақсы көрем. Яғни кинестет, себебі андай кішкене парақтарын искеп, тіпті ұстап сөйтіп оқығым келеді. Алайда әртүрлі форматтағы, яғни заманауи форматтар да бар, сондықтан әрине PDF-ті де басқасында оқимын. Бірақ ең бірінші мен мазмұнын оқимын. Ең бірінші, өйткені мазмұнның ішінде кітаптың тоқ етері, яғни нелері бар. Сосын жаңағы басын, ортасын және аяқ жағын оқимын әуелі. Және әр жаңағы тарауға кішкене шолу жасаймын. И өзіме керек жерін сол жақтан бастаймын. Яғни мен, мысалы, маған 3-ші тарау керек болса, 3-ші глава керек болса, мен қайтадан с нуля оқымаймын, сразу 3-шіге көшемін. Мысалы, маған бүкіл кітаптың 200 беттің ішінде маған тек қана 5 бет керек. Мен бүкіл 200 беттен 5 бетке жеткенше оқымаймын, әуелі соны оқимын. Содан кейін уже арғарата зерттеймін. Саламатсыз ба? Ассалаумалейкум. Дауысым естіліп жатыр ма сіз жаққа? Менде мынадай сұрақ. Мысалы, менің бір қайғым бар. Мен соны ойласам, я знаю, что мне будет больно. Сол үшін мен оны ойламауға тырысам. Сол психологиялық тұрғыдан қалай болады екен? Сол больдан қашу. Өте жақсы сұрақ. Расымен де біздің табиғатымызда, миымыздың табиғатында өзімізге боль беретін нәрсені қашу деген бар. Яғни біз қашамыз, өзімізден қашамыз, өзіміздің, былайша айтқанда, өзімізге жаман әсер ететін адамнан қашамыз. Яғни сақтану мақсатында. Және егер де мысалы сіздің өміріңізде қатты боль беретін нәрсе туралы сөйлегіңіз келмей, ол туралы ойлағыңыз келмей, ол туралы тіпті жұмыс жасаңыз келмесе, ол норма нәрсе. Оның қатты мәжбүрлеудің қажет жоқ. Мысалы, қазір кейбір психологтар айтады, сен қаласаң да қаламасаң, сол травманың іште кір дейді да. Мысалы, мен келіспеймін онымен. Табиғатпен, яғни Алла тағала солай жаратты, егер дәл қазір сен оған қатты бара алмай жатсаң, ол травмаға кішкене уақыт ал, араға уақыт салу керек. Ол нормаль. Мен қазір барғым келмейді деп өзіңе өзің тыныштандыр. Сосын уақыты келген кезде ол травманың өзі жайлап шығады. Яғни өңдеуге келген кезде ғана онымен айналысу керек деп ойлаймын. Бола береді. Тіпті 10 жыл болуы мүмкін. Қай кезге дейін онымен айналыспауға болады? Естеріңізде болса, ханымдар, біз айтқан болатынбыз сіздермен. Сіздің өміріңізде осы травма себепті проблема бола бастағанша. Естеріңізде ме? Біз айтқан болатынбыз. Мысалы, біреудің конфликт бола бастайды, мысалы, жаңағы арақ ішіп кетеді адам деген сияқты. Болмаса тағы бір нәрсе болып қалғанша, ол травма сізді мазаламаса, оны шұқылаудың қажет жоқ. Ал егер де уже өміріңізде сол боль себепті, сол травма себепті бір мәселелер пайда болса, мысалы сіз қайта айқайлай бересіз, балаңыз ұрып қоя бересіз мысалы.
біреу зардап шексе, немесе сіз өзіңіз зардап шексеңіз, сол травма себепті, онда уже айналысу керек, қорқынышты болса да. Сізден сұрайыншы деп едім, егерде әйел адам отбасын сақтап қалу үшін қайын жұрт жақ дейді ғой, жолдасының туысқандары өте сондай ауыр кісілер болса, қарым қатынас жасай беру керек па, или ол кісілермен қарым қатынас, сұрақ нақты айтайын, ол кісілермен қарым қатынас жасаған сайын қинала берем да, егер жасамай кәдімгі өзіммен өзім жүрсем, өзімді жеңіл сезінем. Соған қандай не болуға болады? Рахмет үлкен. Я расымен де кейде кейбір мысалы адамдармен араласқан кезде мынандай нәрсе бар екен да, ханымдар, кейбір адамдар біздің өзіміздің әлсіз халімізді есімізге түсіреді. Мысалы мені сіздер мысалы 1 жылдан кейін немесе 2 жылдан кейін көрсеңіз, бәлкім құшақтайсыздар. Неге? Өйткені мен 2 жыл бұрын келген кезде сіз жақсы сезіндіңіз өзіңізді. Бір тренингте, басқа да. Мынау адамдар себепті, егер өзімізді жаман сезініп қалсақ, демек уже ол адамды көрсек, ана ішкі бол шыға береді да. Сол үшін ана адамдар бізге напоминать етеді да, что мен жаманмын, мен сорлымын, мен анандаймын, мен мынандаймын деген сияқты. Қарап отырсаңыз, адамдар енді әртүрлі ғой. Егер солай кете берсе, біз бәлкім мүлдем ешкім араласа алмаймыз. Мысалы, мен остановкада біреуді көрсем, ол да маған бір болымды шығарып берсе, напоминать етсе, мына жақта кездесем тағы біреу, ол өмір болмайды екен да. Сондықтан лажы болса, іштегі ол адам тудырған сезім бар ғой, соны жазып алып, соны кішігірім жұмыс жасау керек онымен. Себебі бәлкім ол осы адам ғана емес оны тудыратын. Сол адамға ұқсайтын басқа біреу тудырады. Сол адамға ұқсайтын тағы басқа біреу кездестіресіз. Көрдіңіз бе? Қарап отырсаңыз, мәселе мына қай жерден реакция беріліп тұр? Сізден ғой. Демек, мына жақтағы нәрсемен кішігірім мамамен лажы болса жұмыс жасау керек. Ассалаумағалейкум, Алия ұстаз. Менің бір жүректі түбіп жатқанда бір сұрағым бар. Менің балдарым көшеге шықса, қонаққа барса, жұрттың балдары сияқты шуламайды. Тып-тыныш отырады. Мектепке барса да ашыла алмайды. Сол не себепті екенін білейін деп едім. Үйде шулайды, ойнайды, как обычно бала сияқты. Бірақ сыртқа шыққан кезде тұйықтанып қалады. Өте жақсы сұрақ екен. Жалпы бұл жерде бірнеше себеп болуы мүмкін. Бірінші себебі, олар кезінде қатты шулаған кезде сіз оны басып тастадыңыз, тыныш отыр деп. Ол бірінші себебі. Демек, бізге шулауға болмайды деген іштей бір кішігірім уайым бар. Екінші себеп, олар мысалы ортада дереу үйренісе алмауы мүмкін. Яғни, былайша айтқанда жаңа орта болсын, басқа орта болсын, бәлкім мені дұрыс емес түсінетін шығар деген сияқты нәрселер бар. Үшіншіден, олардың пікірін былайша айтқанда сұрау керек, яғни олар ашылу үшін бірінші сіз де оларға ашылуыңыз керексіз. Мысалы, кейде анасы болсын, әкесі болсын, өзінің миындағы дертімен шыны керек солай жүреміз ғой. Мысалы, мен де өзім дертіммен жүрем, балаға көңіл бөлмеймін деген сияқты, иә. Сол кезде былайша айтқанда бөлемін, бірақ мысалы тамағын берем, киімін жасаймын, бірақ сөйлеспеймін. Мысалы, жан дүниесін ашатындай әңгіме айтпаймын мысалы. Сондай кезде олар басқа әлемге де ашылмауы мүмкін. Сондықтан ең бірінші олар өзгелерге ашылу үшін сіз оларға ашылыңыз. Мысалы, өз сезімдеріңізбен бөлісіңіз. Мысалы, айтуыңызға болады: мен шаршап жатырмын. Білесіздер ме неге? Неге анашым дейді. Өйткені мен бүгін сағат 8-де келу керек болатын адамды 10:30-ға дейін күттім деп түсіндіресіз мәселені. Осындай кезде мен өзімді осылай сезінемін деп өзіңіздің сезімдеріңізді бөлісе бастаңсаңыз, олар да ашыла бастайды. Түсінікті? Мынандай сұрағым бар. Қазір таңда көп аналар келеді маған мынандай сұрақпен. Подростковый 15-16 жасар балалар мектепте мұғалім тыңдамайды, жаңағы сабақ оқылар келмейді, конфетке шығады да, сосын жақсы оқып жүрген бала енді мұғалімді ашуландырғасын сабақ оқығысы келмейді, мектепке барғысы келмей қалады. Ауылда сондай адамдар келеді маған: не істеуге болады, сіз намаз оқисыз ғой деп.
ол не себепті, қалай бұларды жаңа сосын аналар да балаға қарсы шығады, сосын аяқта мұғалім, мына аналар, сонда ол бала не себепті олай болады? Өте жақсы сұрақ. Енді қарап отырсаңыздар, құрметті ханымдар, қазіргі балалардың мысалы бұрындары балалардың осы сотка, моткаға дейін бұрын зейін бар ғой, внимание. Соның ұстану диапазоны 25-30 секунд екен. 25-30 секунд сізді прям зер салып тыңдайды екен да. Ары қарата уже кішкене или позиция ауыстыру керек, или дауыс ырғағын ауыстыру керек, или бір әрекет ауыстыру керек. Ал қазіргі балаларыңғы 3-4 секунд екен. Көрді? Яғни 3-4 секунд сайын олардың зейіні ауысып отыру керек. Сол кезде олар тыныш отырады. Біз оны ауыстырамаймыз, біз де үлгере алмай қаламыз, иә? Сондықтан бұл жерде сондай бір лайфхак бар. Бір баланы, мысалы, студенттер болсын, жасөспірімдер болсын, бір баланы попросить ету керек, ол да өзі вожатый сияқты сол жақта басқарып жүру керек біреу. Мысалы, мыналар қазір, мен мысалы балалар тыныш отырмаса, класста мысалы 40 бала болса, 40 баланың ішінде сол аудитория 4 баланы таңдаймын, айтам, осы класстың тыныштығы сіздердің мойындарыңызда. Мен оны қадағалай алмаймын, мен лекция оқимын деймін да. А мына класстың тыныштығы, былайша айтқанда, сіздерге тапсырамын. Иә. И сол кезде олар өздері үшін, өздерінің тілін біледі ғой. Тыныш деп өздері отырады. Это лайфхак. Ал бірақ өкінішке орай қазір осы әлеуметтік желі байқайсыз ба? Клиповое мышление деген бар. Клиповое мышление. Ол мысалы Инстаграм енді кішкене тез бұд. Қазір уже TikTok бұдан да тез. Анау жырпылдап тез өтіп кетіп жатыр ғой. Сол кезде мида дофамин деген гормон бөлінеді екен. Ол гормон кайф беретін гормон. Как наркотик. Анау алмастыра бергеннен кейін адам тезірек алмасайса екен деген сияқты бір сезім бар да. Бірақ ол әрине зияны өте көп. Тіпті қазіргі адамдар ютубты да тыңдамайтын болыпты. Себебі ютуб ұзақ. Инстаграм тоже ұзақ эфирлерді жақтырмайды. Reels 1,5 минут. Енді TikTok тіпті 30 секунд. Мысалы да. Енді біз заманауи боламыз дейміз, бірақ оның зардаптарының ішінде де осындай нәрсе бар екен. Ата-ананың разылығы, Алланың разылығы дейміз, иә. Бірақ кейбір ата-аналар бар, ерлі-зайыптылардың арасына түсетін. Яғни баласының қандай да бір іс-әрекеті ұнамай қалады да, соны келіннен көреді. Сондай жағдайда ата-енеге қандай қарым-қатынаста, қандай көзқараста қарау қажетпіз? Қандай рахмет үлкен. Өкінішке орай қанша жерден қазақ халқы болсын, қанша жерден сыпайы болам десең де, кейде сондай жағдаяттар болады. И мына жақта психологиялық тұрғыда бір нәрсені түсіну керек, ханымдар. Ең бірінші, ата-аналар кейде келіннің бойынан мына нәрсені сезеді. Ол қазір мен баламды вообще алып кетеді. Ол баламды қазір маған қарсы қойып қояды. Болмаса, мен уже ешкім емес болып қалам деген бір балалық десек те болады. Өзі 60-70-те болса да балалық сезімдер да олар. Сонда мені қазір, лишний. Тем более, әйел адам жасы үлкейген сайын, білесіздер, климакс деген нәрсе болады. Яғни, жалпы мен уже мынандай сезім болады екен. Мен уже достаточно жақсы әйел емеспін. Осы отбасыны ұстай алмаймын деген сияқты. Қорқыныш, оны айтпайды ешкім сізге, бірақ сондай қорқынышы бар. И сондай кезде лажы болса, сіз бәрібір осы жердің отанасысыз, сіздің сөзіңіз жүреді ғой деген сияқты бір майлап қою керек. Әрине өзіңізде жаңағы былайша айтқанда білгеніңізді жасайсыз ғой, алайда бір совет сұрап қойып, қалай ойлайсыз, сіз айтпасаңыз болмайды деген сияқты бір сондай бір кішігірім сөздер айтылса, ол кісілер былайша айтқанда сіз оның мәртебесін, осы отбасыдағы мәртебесін мойындасаңыз, отставать етеді. Неге тиіседі, неге араға түседі? Өйткені біз оларды как будто мойындамаймыз да. Сондай кезде болады ғой билік, отбасылық билік деген нәрсе болады. Мысалы, сіз бастық болып үйреніп қалған адамсыз, сіз бастықсыз. Сосын тағы бір көмекші келеді, и сол көмекші сізге бағынбайды да, прикинь. Сіз не істейсіз? Басқаларда бағыну үшін мынаны басасыз.
Мысалы мен сабақ берген кезде оқушыларға кейбір арасында кейбір оқушылар шулайды немесе маған қарсы шығады мысалы сол кезде оның пікірін мен құрметтеймін, бірақ маған басуға тура келеді ол оқушыны. Неге? Өйткені қазір бұл қарсы шықса, басқалар да қарсы шығады. Бүкіл оқу процесі бұзылады. А маған осы 50 минуттың ішінде қыруар ақпаратты үлгеруім керек беруге. Сондықтан мен не істеймін? Ана баланы басам, тұра тұр деймін. Түсінесіздер ма? Яғни басқару мақсатында. Кейбір енелерде де аталарда да сондай нәрсе бар. Қазір мына келін бағынды баса, бүкіл әулет бағынбай кетеді. Түсінікті, Мысалы сондай кезде андай күнделікті ұсақ-түйек тұрмыстық нәрселерге де аралас жаңағыдай қатты ауыр сөздер айтып, мысалы 2-3 баласы бар болды, ол келін мысалы енесінің сондай күнде төзе берейін десе де, оны жанын жеп бара жатыр да, ішкі жан дүниесін. Ал кетейін десе де, бала шағасы бар, сондай кезде не істеймін деп жаңағыдай айтады да, сондай хабарлар болады. Қатты түсінем, мой хороша. Бұл жақта енді анау лажы болса мамамен жұмыс жасау керек. Демек келіннің бойында да, енесінің бойында да травма бар деген сөз. Яғни екеуінде де бар. Яғни келіннің бойында травма отвержения деп аталады, яғни мені қабылдамайды, я чужая деген травма бар. Ененің мені қазір бір нәрсе алып кетеді, мен ұтыламын, жеңілемін деген травмасы бар. Сондықтан лажы болса мамамен бұл жақта да. Кезекті сұрағым мынадай болып тұр. Коучтар қазір айтады ғой, мысалы жақсы ойлау керек. Оған мысалы мынадайларды келтіреді. Әйел адам көп жылдан бері бала көтере алмай жүр, и потом бала туралы ойламаған кезде, немесе бала асырап алған кезде аяғы ауырлайды, жүкті болады деген сияқты. Сол жерде бәрін ойға алып келіп тірейді. Сен осы нәрсені жақсы ойласаң, сол болады. Сонда бұл жердегі Алланың қалауы деген нәрселер қайда қалады деген нәрсе ғой, сол қалай болады екен? Түсінікті. Енді барлық психологтың атынан айта алмаймын, бірақ та бұл жақта бәлкім мынандай бір мәселе бар. Біз Алла туралы қалай ойласақ, Алла тағала бізге солай деп айтып едік қой. Сол сияқты кейде біздің Алла тағаланың өміріміз жайлы ойларымыз Алла тағаланың бізге тағдырға неге осылай жазды екен деген шамдануымызбен араласып кетіп жатыр да. Мысалы, егер сіз жаман ойлай берсеңіз, бір мәселе бойынша күндердің күнінде ол ішкі ниетке айналады екен. Ниет. Сол ниет арғарата как будто Алла тағала маған соны бермейді, Алла тағала мен жақсы көрмейді деген ойға апару мүмкін. Сондай кезде Алла тағала бізге сен мен туралы не ойласа, мен саған сондай боламын деген үкім кіріп кетеді араға. Алайда әрине ол қандай мәселе болмасын, баланың туылуы, сіздің кімге күйеуге тиюіңіз, ол тағдыр мәселесі екен. Көрдіңіздер ме? Бірақ енді осы жерде мысалы мынандай сұрақ туындауы мүмкін. Мысалы жәбір көрген жандар. Сонда Алла тағала маған жәбір көруді нәсіп етіп жатыр ма? Сонда мен тағдырымда жәбір көру бар ма? Деген сияқты реніштер, Алла тағалаға реніштер деген болады екен. Сонда қарап отырсаңыз, кейде біз өзге адамның жәбіріне біз жауап бермейміз да. Бірақ та біз не нәрсеге жауап береміз? Өзіміздің ісімізге жауап береміз. Мысалы, қыз балаға бөтен бір ер адам тиіспес үшін ол кішкене үйде отырады деген сияқты, көшеге қысқа кимейді деген сияқты мысалы. Яғни өзін сақтандырып отыр да. Әйтпесе ол өзі шығып, ха-ха, хи-хи деп бәрімен мысалы нетсе, онда тиісу мүмкін деген сияқты. Бұл жақта мынандай мәселе болып жатыр да. Яғни сен қандай себеп жасайсың, сондай нәрсе болуы мүмкін. Бірақ сіздің, яғни қыз баланың мүлдем кінәсі жоқ мәселелер бар. Ол кезде жауапкершілікті өзіне алмай, керісінше жауапкершілік сол жәбір жасаған адамда. Түсіндіре алдым ба? Бұл жақта жақсы ойлау өте қиын, себебі адамның осы жақсы ойлау мәселесі
адамның ішкі күйіне қатты байланысты, мысалы оның денсаулығына байланысты. Мысалы егер сіздің денсаулығыңыз болмаса, сіз жақсы ойлана алмайсыз, қанша және супер мұсылман болсаңыз. Мысалы айтады, мынау бір печень ауыратын, немесе почкасы ауыратын, немесе жаңа диализ алатын кісілер, сахарный диабет, давлениясы бар адамдар, олардың ойлау қабілеті физикалық денсаулығына да байланысты. Яғни соны ескеру керек та. Мысалы жақсы ойлау үшін сен өзің жақсы болуың керексің да, физикалық тұрғыда денсаулығың жақсы болу керек. Мысалы соны да ескеру қажет. Жауабыңызға рахмет. Қой жерің бір сұрағымда. Енді қазір әйелдер, мен өзімді жұмысқа шыққанға дейін үйде декретте отырдым ғой. Күнделікті бір затта, таңертең тұрасың, уже кеш болады, всегда сондай күйбең тіршіліктен бір шығудың бір қандай жолдары бар екен, бір қалай бүйтіп бастап кетуге ше, бастай алмай жатамыз ғой. Мен қазір сізге түсініп отырмын. Білесіздер ма, неге бұл сіздің отбасыңызға деген беріп жатқан энергияңызды, сіз отбасыңызға беріп жатқан қызметіңізді, неге содан шаршайсыз? Мысалы, күнделікті күйбелең тіршілік деп жатырсыз, день сурка деп жатырмыз. Ол неге бізді шаршатады? Өйткені біз осының күйбелең тіршіліктің ішінде өзімізді ұмытамыз. Яғни біз бұл күйбелең тіршілікті өзіміз жасап жатқан жоқпыз, оны өзгелер үшін жасаймыз. Сондай кезде психика ойлайды екен, бұл маған масылдық, бұл маған қиыншылық, бұл маған лишний груз деген сияқты сезінеді екен. Ал егерде сол сіз күйбелең тіршіліктің ішінде, мысалы, шай бересіз, өзіңіз міндетті түрде шай ішіп аласыз, жаңағы біреуге тамақ жасайсыз, міндетті түрде өзіңізге шоколад алып жейсіз. Балаларыңызға киім аласыз, міндетті түрде өзіңізге де сумочка аласыз. Түсінесіздер ма? Яғни өзіңіздің жан дүниеңізге, болмысыңызға уақыт бөлінген кезде ол күйбелең сияқты болмайды. Яғни бонустарды жасау керек өздеріңізге. Сол кезде ол рутина болмайды екен. Ол өмір болады. Түсінікті, түсінікті болып отыр ма, ханымдар? Мысалға, адамдар бар да, екі түрлі адамдар бар. Жақсы адамдар бар, жаман адамдар бар да. Жақсы адамдарға қарағанда, жаман адамдар өзінің арамдығымен, қулығымен бір жерлерде ұтып кетіп жатады, или басқа ұтып кетіп жатады. Өмірде де солай ғой. Сол нәрседе енді біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, мысалы, мұнафиқтары болсын, басқалары болсын, оны діни тұрғыдан жауап берудің жолдарын барлығы кітаптарда айтылып келеді. Бірақ сіз енді психолог маман ретінде өзіңіздің жаңағы оқыған кітаптарыңыздан, түйген жаңағы көп адамдармен практикада да жүресіз ғой. Сол жерде сол нәрселерде қалай мамле құрып, сондай не істеп кетсе болады, қандай не айтар едіңіз? Өзіңіздің практикаңыздан, сіздің былайша айтқанда еңбегіңізді бағаласа екен дейсіз ғой. Енді мысалы, анау қулықпен болып жатқан адамды емес, менің адал жолмен жасап жатқан еңбегімді бағаласа екен дейсіз ғой. Сондай сияқты. Или бір шындық сөз болсын, басқа болсын, сол кезде психологиялық тұрғыдан қалай болады деймін да. Мысалға, 200-лерден де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не істеді ғой? Күресіп келді ғой, мысалға. Басқа да дін дұшпандар да болды, мысалға. Мен жауап берер едім. Бұл жақта енді өмір болғаннан кейін әділетсіздіктер әрине болып жатыр. Алайда бұл жақта көп нәрсені осы дүниенің сотына емес, ана дүниенің сотына кішкене үміт ету керек. Себебі қарап отырсаңыз, Алла тағала асықпайды ғой. Сізді мысалы ренжіткен адам, болмаса сол жаңағы қулықпен жасаған адам, ол бәрібір қапа жейді. Бірақ бәлкім оны сіз көресіз, бәлкім сіз оны көрмейсіз. Алайда араға жылдар салып, ол өзінің осындай іс-әрекетіне бәрібір Алла тағаланың тарапынан бәлкім басқа адамдар арқылы ол жауабын алады. И осы жерде бізге түсіну керек, баяғыда пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам кезінде де әртүрлі әділетсіздіктер болмаған емес, болған. Жаңағы қулықпен өтірік айтып жатқандар жеңген, деген сияқты. Алайда Алла тағаланың көзі түзу ғой. Сондықтан біз адамның миына, адамның санасына емес, Алла тағаланың әділеттілігіне көбірек жүгінуіміз керекпіз.
бізге ең бастысы Алла тағаланың біз туралы пікірі, дұрыс па? Сондықтан Алла тағала мына нәрсе болып жатқан көріп жатсың, мен бұған келіспеймін, бірақ менің осындай бір ненді қабыл ете көр, әділдігімді қабыл ете көр, сенің көзің түзу болсын маған деген сияқты дұға етіп қою керек. Енді психологиялық тұрғыда осындай әділетсіздіктер өте көп болған. Жалпы мен жұмыс жасаған ортада, любой жерде, сол жерде түсіну керек та, әділетсіздік жасаған адамның рухы кішкене тар. Ол сізге жақсылық бере алмай тұр да, түсінесіз ба? Соны түсіну керек, ол адамнан сен дәмеленбе дейік қой. Ол адам саған бере алмай тұр. Бірақ Алла тағаладан дәмеленсең, Алла тағала саған басқа адам арқылы береді. Сол ғой мәселе. Неге маған мысалы белгілі басшы әділеттілік бермей жатыр деген жан қиналысы ғой. Мысалы, кейде адамдар бере алмайды оны. Себебі адам емес қой беруші, Алла тағала ғой беруші. Сонда біздің қателігіміз, неге мына адам түсінбейді, неге мына адам маған бермейді, неге мына адам маған үйтпейді, бүйтпейді деуіміз, ол менің де өмірімде ондай бар. Мен кейде қарным ашады, кейде мәселеге адамдарға. Бірақ менің де қателігім, мен адамнан күтпеуім керек екен. Адам бермейді оны. Көрдіңіз бе? Түсіндіре алдың ба? Түсінікті. Ұстаз, менде мындай сұрақ, қазіргі таңда өте мен ойлаймын, проблемный сұрақ. Ажырасу көп. Ажырасу көп отбасыда. Бірақ қазір ене жақта, жастарда мысалы көп ойламайды, ұрпақ қайда кетіп жатыр, ұрпақпен не болады. Мен соған жүрегім ауырады сол себепті. Сондықтан мына бұл жерде әйел адам қандай болу керек, психология, енді дін мәселесінде бәріміз де білеміз ғой, бірақ болмай жатады. Жастар ажырасып кетіп жатады, соны көріп жүрегің ауырады да. Енді сол мысалы ертең ол ұрпақ қалай болады, ене де ойламайды, жастар да ойламайды, ойласа да келіспей қалады. Бірақ мен көп мәселеде қосқым келіп жатады. Көп өмірімде болды сондай случайлар, енді апа деп келеді ғой ауылда да. Сонда көбіне әйел адамнан көреді ғой мысалы. Әйел адам вообще психология тұрғысынан қандай болу керек, или бір жаңағы айтқандай қу болу керек па, қалай болу керек, чтобы семью сохранить. Енді чтобы семью сохранить ради детей, несмотря там на енешку, мен өзім енемін ғой енді вообще айтам да. Жаңағы мәселе ғой, енелердің бәрі түсінбейді ғой енді, бәріне мені кіргізе алмайсың ғой. Вот что важно в наше современное время, чтобы сохранить семью вообще? Өте жақсы сұрақ, рахмет үлкен. Жаңа сіз айтып отырсыз, қу болу керек, үйту керек, бүйту керек, бірақ енді қулық бар бізде барлығымызда да. Ол жетеді. Алайда ол жақта лажы болса, шынайы болу керек. Өз-өзіңмен шынайы болу керек. Мысалы, сенің күйеуің сен ойлағанда емес па? Соны мойында акасы онда емес екен. Хотя бы өз-өзіңмен. Немесе бір ішкі қиналыс болса, соны шынайы айт. Мен кішкене қиналып отырмын де. Мысалы, кейде біз өзіміз қиналып жатсақ, күйеуімізге бәрі жақсы деп жүреміз ғой. Енді жастар енді қазір айтады. Бірақ біздің кезімізде бір ойбай, бәрі керемет деп жүре береміз мысалы. Сондай кездері қарап отырсаңыз, сізге бәрі нормально деп ойлап отырады екен да олар ше. Сіздікі көбейе береді. Жаңа конфликтлер, ажырасулар қаяқтан болды дейсіз. Ол осы ажырасу уже последний точкасы ғой, бірақ ол жиналған мәселелер уже 1 жыл, 2 жыл жиналып жатқан мәселелер да. Уже толып кетеді ғой адам наразылығы. Сол кезде, пошел ты или пошла ты деген сияқты әңгімелер кетіп қалады. Көрдіңіздер ме? Яғни дер кезде бір өзіңіздің дертіңізді айта алу маңызды да. Мысалы, сіз қиналып жатсаңыз, сол қиналысты айта алу керек. Содан қорықпау керек. Түсінбесе тағы да айту керек. Если дошло до того, олар енді өздері шешім қабылдайды, бірақ араға кішкене асықпаңдар, кішкене уақыт беру керек. Бір-бірімізге уақыт берейік деп бөлек тұруға болады. Сразу ажыраспай. Представь, что мы ажырастық, бірақ уақытша кішкене
былайша айтқанда. Енді оны бірақ шариғи тұрғысынан да қарастыру керек, иә? Яғни себебі бөлек тұруға бола ма шариғат бойынша, болмай ма деген мәселелер бар ғой. иә Өкінішке орай қазір бір адамның басқа адамның мінезін көтере алу қиын болып жатыр. Мысалы біз тіпті күйеу ене түгіл өз ата-анамыздың мінезін көтере алмай жатырмыз. Яғни біреудің мінезін көтеру қиынға соғып жатыр қазіргі адамдарға. соңғы сұрақ өз-өзін таппай жүрген адамға қандай кеңес берер едіңіз? Сосын осы отырған ханымдарға қандай кітаптар, психология кітаптарды оқуға кеңес берер едіңіз? Өте жақсы сұрақ. Өз-өзіңізді табу үшін мынандай лайфхак бар. Сіз қай салада өзіңіз тіпті тегін жұмыс жасай аласыз, ол сіздің салаңыз. Яғни қиналмастан, даже тегін, қиналмастан, от души жасай алатын едіңіз, сол сіздің салаңыз. Я? Өйткені сондай кезде бір нәрсе ұнаса сізге, сол нәрсені істей беруге бейім екен адам. Қанша төлесе де, қанша сөгіз естісе де. Ал енді кітап бойынша мен айтар едім, ең бірінші әрине мынандай бір жалпы психологиялық кітаптар бар. Яғни миды зерттейтін, психиканы зерттейтін, ондай кітаптар өте көп. Соның біреу мысалы С.Л. Рубинштейннің «Общая психология» деген кітабы бар. Соны оқыса болады. Жалпы психология Жақыпов деген керемет ғалымның, профессордың тоже кітабы бар. Яғни жалпы болмысымызды, табиғатымызды зерттейтін кітаптардан бастауға кеңес беремін. Аллах тағала ісіңізге береке берсін. Әумин. Осы сұрақтарға жауап беріп, уақытыңызды бөлгеніңізге Алла разы болсын. Барлық көрермендер тұшымды жауап тапты деп ойлаймын. Ойланып жүрген сұрақтарына жауап тапты деп ойлаймын. Осылай бізге толық жауап бергеніңізге, уақытыңызды арнағаныңызға Аллах тағала береке берсін. Әумин. Тағы да жақсы күндерде кездесіп тұрайық. Рахмет. Алла разы болсын.